Бірде абай нағашыларына бара жатыпты. Аттанар сәтте әкесі Құнанбай шаншарлардың алдында байқап сөйле деп ескертіпті. Атақты қаз дауысты Қазбектің ұрпақтары шетінен ойға жүйрік, тілге шешен ауыл. Абай нағашыларына барып, аунап-қунап біраз жатады. Бірде нағашысы Тонтайдың намазды абың-күбің аяттарды қате оқығанын байқаған Абай, шариғат белгілеген қағиданы бұзып төте тартатын жол болады екен-ау деп мысқылдапты. Сонда Тонтай: әлем қандай кең болса, біз пір тұтатын имам ағзамның жолы да сондай кең. Ұсақ-түйек қателіктер кешіріле береді. Өйткені ол қағида аттың жалы, түйенің қомы, садақтың оғы сияқты қатал қатыгез емес депті. Бұл сөз Абайдың жүрегінен найзадай қадалыпты. Себебі Тонтайдың аттың жалы дегені еңлік кебекті атқа сүйретіп өлтірткен қатыгез тобықты биі Кеңгірбайдың билігі. Түйенің қомы дегені қодарды келіні мен түйеге теңдеп өлтірткен әкесі Құнанбайдың үкімі. Садақтың оғы дегені қалқаман мамырды садақпен тартқан Көкенайдың қаталдығы екен. Осы оқиғаны әкесіне айтқан Абай: бұл сөздер тобықты еліне таңба боп басылыпты, бармағымды тістеп аттандым деген екен.